тіпті алып қашып зорлап тастаса қайт бәрі айтады, енді сен 27-те болдың ғой, неге көндің дейді. Мен оған дұрыс әйел бола алған жоқпын, өйткені жақсы көрмеймін, ешқандай сезім жоқ кәдімгідей. Мыналар дайын екен отбасы болуға деп, мүмкін Алла берген шығар сол баланы. Бір әйелді бақытты қыла алмаған еркек, ол неменесіне еркек дейді. Менің әкем әлі күнге дейін білмейді ажырасқанымды. Мен ол жаққа бармаймын, мен саған керекпін. И сол екі, наверное, осы екеуі екі жақтан келген кезде мен орнымнан тұрдым. Сәлем достар, бұл Астана Мамский әңгіме подкасты. Егер сіз бізге жазылмаған болсаңыздар, бізді жақсы көрсеңіздер, жазылыңыздар, өйткені бізде мақсат 100 000 подписчик. Ал бұл подкаст аналардың өмірі жайлы, аналардың тағдыры жайлы, және бізде бүгін қонақта кереметтей ана, сценарист, жазушы, блогер Перизат Мырзахмет. Фанфары. Бірінші рет мені кереметтей ана деп таныстырды. Біздің студияға келгендердің бәрі кереметтей ана, идеальная мамалар. Қалғалай, Астана қалай? Күшті, үйрен қылдық, жайлап. Көшкеніңе қанша болды? 4 ай болды ғой. Ұнап жатыр ма бәрі? Енді мен өзім қарағандыныкімін ғой, сосын ондай маған қатты бір үйренетіндей нәрсе болған жоқ. Бірақ морально қиындау енді. Шығармашылық жағынан бізге бәрі бір еркіндік, бостандық керек сияқты болып тұрады да. Астанада адамдардан гөрі ауа райы кішкене қысып тұратын сияқты да. И мен жұмыстың арасыған басқа қыдырып, шабыт қуып кету, көшеге шығу, паркте жату деген жоқ пока. Тауға қарау деген. Иә, тауға қарау, мүлдем суретін ғана қарап отырасың. Бірақ ауа тазарақ. Иә, ауа салыстырмалы түрде тазарақ. Сосын енді бәрібір қардың эффектісі бөлек, өзінің бір атмосферасы бар екен. Күшті. Әдебегің қалай? Жақсы, ол басында кішкене айтты, мама қайда келдік. Сосын бұл жақта бүкіл үйлерден желдің дауысы өте қатты естіледі. Ол түнімен алғашқы түндері қатты ұйықтамайтын кәдімгідей, мама мынау қайдан шығып жатқан дыбыс деп. Сосын ол балам, ол жел жай ғана, ол неге былай қасқыр сияқты ұлып жатыр деп сұрайды. Қазір үйрендім, қазір ұнайды, бүкіл жерді біліп алған уже. Анау мұнда барлығын біліп алған. Өзіне ұнап жатыр енді. Әдия қазір 7-ге келеміз мамыр айында, иә. Мектепке дайындық қалай? Жақсы, бірақ сәл еркелеу, енді сол кішкене қорқам, маған жасаған еркелігін апайларына жасап берді қиын бола ма деп, өйткені тым еркін, ойын ашық айтады, сосын өзіне ұнамаса тұрып кете салады, ол қарамайды, мынау мұғалім ба, субординация дегенде әзірге олай біле бермейді. Бірақ ойлаймын, өзіме тартса, тәртіпті жақсы көретін бала деп ше, өйткені мен өзім сондаймын, мен тәртіпті жақсы көретін кішкентай күнімнен. Ол да тәртіпті жақсы көріп кетсе, жақсы болады деп ойлаймын барлығы. Енді біреулер білмей жатқан шығар, Әдия модель. Түрлі показдарға барып жүреді. Сондай тартымды, сондай сүйкімді қыз. Ол қайдан пайда болған жаңағы қызығушылық? 4 жасына келген кезде, мен 4 жасына дейін оны ешқайда бермеуге тырыстым. Өзімнің қасымда болды. Сосын 4 жасына келген кезде тарта бастадым. Сурет, би, әртүрлі үйірмелерге тарта бастадым. Биге бірден бармайым деді. Гимнастикаға да айтады, они все командуют дейді. Маған ондай керек емес деп бармай қойды. Сосын жаңа суретке апарам, 1-2 сабағына барады, ұнамайды, менікі емес дейді, кетіп қалады. Сосын бір күні бір құрбым, Индира деген құрбым, модельный агентство Манро деген жіберді маған, осыны қарасыш деп. Қарасам, кішкентай балалар әрбір жүр екен. Сосын балам бүйтіп қарап отырды да, ой, мынау қай жерде, мен барғым келеді маған деп. Сосын алып бардым, бітті, бір көргеннен құлады, бұл менікі деді. И бір сабағын жібермей барған, бүкіл показдарға құлшынатын, кәдімгідей мама ондай болады ғой, орысша айтқанда от показа до показа жүреді, кәдімгідей. Жақсы көреді, өзіне ұнайды. Сендер кәдімгідей басқа қалаға барасыңдар, иә, показдарға? Шетелге шығып келдік, Әзербайжанға шақырды, барып келді. Сол өзі бірінші жаңа паспортын жасаған кезде бәрінде балада мүлдем басқа әсер кәдімгідей. И қазір біреу сұраса жаңағыдай Абакуде былай деп тұрып айтып береді, салыстырмалы түрде ше, уже қызық еді. Түсінеді, иә? Түсінеді барлығын. Сосын жаңа ол жақтың бізде такси мындай, олардың таксилері мынандай, оларда баға мынандай, олардың ойын залдары мынандай, бәрін салыстырмалы түрде айтатын болғанда, бала дүние танымы уже баланың өзгеріп жатыр деген сөз ғой. Керемет, шынымен де кейде енді балаларды алмай қояды ғой, енді оларды сынап жатқан жоқпын. Бірақ менің байқағаным 3 ай болсын, 1 жыл, 1 жаста болсын, балалар кәдімгідей кругозор кеңейеді. Әрине. Кәдімгідей өзгереді бала. Кәдімгідей
дамый түсөт да. дамыйды, иә, 3 басқаша. айдағы бала бір түрлі болады да, 1 айдың ішінде қалай дейсің, сонда шынымен де соның бәрі Тезірек өседі ма, бала сондай бір нәрсе болады, ой танымдары басқаша, дүниені қабылдау басқаша болып кетеді кәдімгі дүние көрген балалардың. мынандайды көргенде бүйтіп көреді да. Иә, тура сондай. Негізі перизат енді мен ылғи да подкастқа келген қонақтарға айтамын, есіме түсірем қай уақыттан бері таныс екенімізді. Екеуміз шамамен 2013 жылдан бері таныспыз. Ол кезде мен жүргізушімін, Дудуманда түрлі прическалармен шығам. Сені сол жақтан бастап танимын негізі. Сөйтіп біраз сені естімедім сен туралы. Одан кейін осы бір 4 жыл бұрын ба бір жарқ етіп бөлек шыға келдің да. Басқа бір образда, басқа бір ойыңмен, басқа бір іштегі нәрсеңмен. Болды ондай. Болды ондай, иә. Мен енді ылғи за кадрым жүрген адаммын ғой. Сценарист, редактор ретінде сахнаның сыртына шықпайсың, басқа ештеңеге шықпайсың, тек қана сахнаның сыртында деген сияқты. Сосын одан кейін енді біздің медиа индустрияда көп дамый бастады. Осындай подкасттар пайда бастады. Мені негізі халық подкасттар арқылы таниды көбінесе. Сосын бәрі сұрайды, бұл қайдан шыққан адам деп ше. Мен айтам, медиада жұмыс істеп жүрген, мен 15 жыл болып қалды. Вообще-то. Иә, сол ғой. Оны түсіндіре алмайсың енді, біз за кадрым жүргеннен кейін біз көбірек білеміз оның артында не болып жатқанын деп. Мен ұзақ уақыт сол Динара адамның қолында жұмыс істедім 2018-ге дейін, одан кейін 2019-да Сәлем Сошылға продюсер ретінде шақырды. Динара адам ақшаның бәрін төледі. Жоқ, ол кісі маған төлейді ғой енді. Бірақ сол ұзақ уақыт көрінбей кеткеннің себебі сол шығар. Сосын осы подкасттар пайда болды, блогинг жалпы қыза бастады, қазақ тілді блогинг қыза бастаған кезде біз таныла бастадық. Оған дейін бізді ешкім танымайтын. Енді мамский әңгіме болғандықтан, басқа барар, ана жаққа кеттік па? Дайынсың ба? Тұрмысқа шығуың туралы. Сен тұрмысқа неше жасыңда шықтың? 27 жасымда шықтым. 27 жасыңда. Енді сені алып қашқан туралы білемін. Ол туралы Инстаграмда да жаздың. Бүкіл жерде айтамын. Кітапта да жаздың. Сонда алып қашқан кезде қандай сезімде болдың? Оның андай да бәрі айтады, енді сен 27-те болдың ғой, неге көндің дейді. Жас қыз болсаң түсінікті. Там әйтеуір ұрады, соғады, қорқытады, үркітеді, әйтеуір ұят болады деп айтады. Сен 27-тесің ғой деп. Бірақ өзім ақталғаным емес, бірақ ойлаймын, мен сол кезде жаңағыдай супер идеальный қыз болдым ата-анам үшін. Сол қалыпта қалу керек болды маған. Өйткені ата-анама хабарласқан кезде олар айтты, енді тапқан екесің, 20 жасың болса 27-те қарағым болды, бақытты бол деді. Мен әдеттегі классикалық қазақ қызы, ақылды, ата-анасына қарсы келмейтін адам ретінде жарайды, егер солай сіздер дұрыс деп санасаңыздар, егер сол бақытты болудың басты жаңағы көрінісі осы тұрмысқа шығу деп санасаңыздар, онда деген сондай нәрсе болды. Оның алдында еще мен мүмкін ойлаймын, егер оның алдында предысториясы бойынша мен қатты шаршап келгенмін ол жерге ше. Өйткені 2 сутка ұйықтамай жұмыс істедім. Тағы да сол историяны айтамын ғой, Земфираның концертіне дайындық болды. Менде Земфираның концертіне бару үшін мен 2 сутка жұмыс істедім. Өйткені бір күн жұмыстан сұрану үшін сценарийдің бәрін тапсырып қою керек болды. Сөйтіп 2 сутка ұйықтамаған адам ана жаққа барады, жаңағыдай не отыр, шаруам, маған ұйықтатсаңдар болды деген әңгіме болды. Мен демалуым керек болды. Қал десіңдер, қалам, жат десіңдер, жатам, болды. Шай құй деп жатсыңдар ма, жарайды, әке шайыңызды құя салайыншы, келін шай ма, не? Сондай нәрсе болды менің басымда. Кейін оны ойлап отырсам, соның барлығы бүйтіп үйіліп жан-жақтан келген кезде сол шешім қабылдауға әсер еткен екен да. Әрине, сол үшін де кітапты жазғаным да сол. Басында мен қатты ойландым, керек па бұның барлығын жазу деп. Кейін қыздармен сөйлесе келе, көп қыздармен сөйлескен кезде бәрінің басында сондай нәрсе екен. Кіммен қарайсаң, сонымен ағар деген қазақтың сөзі бар. Кіммен жүрдің, соған тиюің керек, алып қашты ма болды, сол жерде бақытты болуым керек. Оның барлығы әйелге байланысты, бақытты болу, бақытты қылу бір отбасын деген ойлармен жүрген қыздар көп екенін білдім да. Сосын оның бәрі біздің қолымызда емес, өзіміз бақытты болмасақ ешкімді бақытты қыла алмаймыз деп сол кітапты жазуға бел байладым. Көп жаңағы айтып жатқан фидбектердің барлығы сол салада. Шын сіз айтқанға дейін, сіз жазғанға дейін біз осының бәрі дұрыс деп келе жатыр едік, енді ойланып жатырмыз деп жатқан қыздар көп өте. Кітапқа қазір келеміз. Әлі мына жаққа жақсы. Мына жақты біліп алайық. Сен оны білмедің.
жок билдим. Биз онун менен Таанитмисиң? караша айында таанышканбыз. Ол кезде mail агенттин кези го. Мен дагы да сол адеттегидей мен сценарий жазып отурам офисте, ишим пысып, андай шаршап сценарийден ишим пысып отурган кезде бирөө жаңагыдай коймойт, кайта жанагы дружба предлагать этип деп жаза береді го. Сосын бул эмне болду экен, таңғы 4. Сосын кабылдай салам, содан сөйлесип кетемиз. Ол маган жанагыдай сыпайылыгы унайт басында. Карапайым, эч кандай понт жок. Обычно жигиттер менен сөйлөскөн кезде бирден жаным мен сени бир көргөндөн сүйүп калдым деген әңгимеден баштайт. Ал ондай эмес, ол карапайым өтө сондай. Сосын жарайт кездесип көрөйүк деп кездестик. Тагы да сондай карапайым, момун жигит. Сосын жарайт көрөйүк деп сөйтүп аптасына бир ак ирет кездесемиз. Менин убактым жок кәдимгидей. Съемка, ол кезде 2 жылдыз кәдимгидей аптада убакыт болмойт. Сосын съемка бүткөн кезде гана кездесип жүремиз. Сосын бир убакта мен айтам, эчтеңе болмайтын сыяктуу, шыкпайтын сыяктуу, кездеспей ак коелук. Сөйтүп бир ай токтойбуз кәдимгидей. Каңтар акпан, желтоқсан айында экөөбүз токтойбуз. Сосын каңтар айында ол кайттан жаза баштайт. Не иштеп атсың, калай, анау мынау. Сөйтүп келип жүрөт. Сосын мен айтам оған, жаңағыдай, оның достар мен танысам, мага айтам, мен сізді жақсы көрмеймін, мен сіз жай дос ретінде ғана араласуға болатын сияқты деп айтам. Бірақ ол жаңағыдай біздің жігіттерде андай ғой, табандылық танытуым керек, соңына дейін мен қыздың жүрегін жаулауым керек деген сияқты сөйтіп қалмайды. Сөйтіп жүрген кезде жаңағыдай алып қашу операциясын ойластырған ғой енді. Енді мен ұрысқанда да оған айттым, сіз ақымақтық жасап жатсыз қазір деп ше. Ол алып қашу, сіз ата-аналарың бәрі айтады, ауылда бізде бәрі солай келген, осы келіп тұрған жеңгелерің, абысындарың бәрі солайнан келген. Мен айтам, олар солай келген шығар, мен неге олай келуім керек? Сіздер басқа адамның жүрегін, ойын неге тыңдамайсыздар? Жоқ, қазақтың қызының бақыты тек қана ана болу, одан артық не керек? Барлығын жасап беріп отырмыз деген сияқты әңгімелер айтады. Мен айтам, маған ештеңе керек емес, маған өзімнің бақытты болуым керек бірінші кезекте. Мен бақытты болмасам, екінші адамды бақытсыз қыламын қазір. Шын мәнінде солай болды. Біз 9 жыл өмір сүрдік бірге, и мен оған дұрыс әйел бола алған жоқпын. Өйткені жақсы көрмеймін. Ешқандай сезім жоқ кәдімгідей. Просто екі дос болады ғой, көрші, кәдімгідей бір квартирада тұратын, ортақ балалары бар. Сәлем, сау бол, қалайсың, не істеп жатсың, балаға ақша керек па, болды, осындай ғана мәселе. Ана жерде той болып отыр, барып келеміз бе, ол жерге өтірік барып әдемі жұптың рөлін ойнап отыру деген сияқты. Таза тірлік. Өтірік тірлік. И мен сосын кейін айта бастадым оған, әсіресе карантиннің кезінде осы әңгіме қозғалып, кәдімгідей, не үшін, біз кім үшін қазір осы рөлді ойнап жатырмыз? Білмейді. Өйткені олардың өмір бойы көрген өмірлік сценарийлер сол. Әйел мен еркек қосылады, бала туады, өтірік қоғам үшін өмір сүреді, бір-біріменен көбісі сөйлеспейді, білмейді даже көбісі. Әйелдерінің қандай болып жатқанын, күйеулерінің қалай болып жатқанын. Мен айтам, Ореке, сізге алдыңыздан атып шығып, жылы тамағыңызды ұсынып, ыстық құшақтап, бетіңізде сүйіп күтіп алатын әйел тілеймін мен сізге. Мен сізге ол нәрсені істей алмаймын. Біріншіден мен жақсы көрмеймін ондай істеу үшін. Екіншіден мен жаңағыдай өзімнің жұмысыммен айналысып кетіп қаламын, сізге сізді күтетін адам керек қасыңызда. Неужели сіз жұмыстан келген кезде, шаршап келген кезде алдыңыздан әйеліңіздің аңқылдап жүгіріп шыққанын қаламайсыз? Мен олай істей алмаймын. Өйткені мен жүгіріп шығара алар едім. Жақсы көрсем. Жақсы көрсем мен сізді шомылдыруға дайын болатын едім, бірақ олай емес қой. Сен де мені жақсы көрмейсің. Одан сұраймын ғой, не үшін алдың, не үшін үйлендің, не үшін жақсы көрем деп айтасың ғой, не үшін жақсы көресің? Сен орамал таққаның үшін жақсы көрем, айтамын. Сен онда кез келген орамал таққан, кез келген қызды үйлене аласың. Сен менің ішімді білмейсің, жанымды білмейсің, мен жаным не қалайтынын білмейсің. Не үшін біздің өміріміз жалпы деп. И өкінішке қарай сол нәрсені мен көп отбасылардан байқаймын. Не үшін үйлендің деген кезде көбісінің айтатыны сол. Енді үйлену керек болды дейді. Меніңше екінші адамға, оның қасындағы жарына ондай нәрсені есту өте ауыр нәрсе да, бірақ өкінішке қарай біздің қоғам сондай өтірік отбасылармен тұрылып жатыр да. 50% емес, одан көп те шығар. Көп деп айтуға сеніммен болады, өйткені бізде бәрібір отбасылық институт өте бір сондай, орысша айтқанда зыбкий құмның үстінде тұрған отбасы да, сондықтан ажырасулар көп, сондықтан зорлық зомбылық көп. Мен айтам, сүйген адам бір-бірін ешқашан ондай қиындыққа бір-бірін бермес еді. Ал енді перизат, сен сүймеймін деген кезде ол қоймады сонда да, Сен басында айттың ғой, мен сені жақсы көрмеймін деп, сізді жақсы көрмеймін деп. Сонда да қоймады. Жоқ, бәрі жақсы болып кетеді деп айтты ма? Өйткені оның басына сол нәрсені сіңіріп тастаған ғой.
қайтесің, әйтеуір сен әйелсің, сен еркексің, болды, екеуің қосылуың керек. Арадағы сезім ол уақыт өте келеді, бір баладан кейін келеді, екі баладан кейін келеді, төсек теңестіреді деген оттаған сөздер бар қазақта ше, көп ондайлар. И ондай нәрселер өкінішке қарай жастардың миын улап тастаған. Мен соны айтқан кезде күйеуімнің көзі банка кәдімгідей ше, типа қалай мен өмір бойы осылай өсіп келе жатыр ғой, біздің ата-аналарымыз осылай қосылды ғой, қаншама баланы өсірді ғой. Мен айтамын, и оның барлығы бақытты ма? Барлығы ылғи жаралы жандар, шетінен жаралы жандар. Мен қаншама әйелдермен сөйлестім, олардың туыстарынан, әсіресе олар Албан деген рудан, әйелдермен сөйлесем ғой, не үшін отбасы болып жүргенін білмейді. Енді отағасы былай деп айтты ғой, сосын солай жүрміз ғой. Енді ата-анам сөй деп айтты ғой, сосын осылай жүрміз ғой. Сосын мынандай нәрсе көп әйелдерде, енді күйеуімді сүймесем де, одан бақытты болмасам да, балаларым мені бақытты қылады дейді. Ол ойла, ол кезекті мүгедек адамдардың шеңберін ары қарай толықтырып жатыр. Ертең ол балаға сенім артып отырады, сосын ол бала өзінің сүйген жарын тапқанда, мен қайда, мені кім бақытты қылады деп мамалары шығады. Сөйтіп замкнутый круг. Иә, сөйтіп айнала береді ылғи бақытсыз адамдар. Иә, толықтай келісем. Енді ол дәстүр әлі жалғасып келе жатыр. Қыз алып қашу, ұрлау деген сияқты. Сол кезде не істейміз? Бұны қалай тоқтатамыз негізі? Ол тек қана заңды қатайту керек болды. Қорқыныштан ғана адамдар тоқтамаса, қазір өкінішке қарай тоқтамайды. Сосын қыз балаларды мен қазір барлығын азғырам кәдімгідей. Алып қашты ма, алып қашуға намек болды ма, тіпті алып қашып зорлап тастаса, қайт. Болды. Сені алып қашқан адам бірінші құқығыңды бұзып тұр ма, ол адам өмір бойы сенің құқығыңды бұзады деген сөз. Ол сені сыйламайды. Адам ретінде сені, тірі адам ретінде жаныңды, сенің ойыңды, сенің жүрегіңді сыйлап тұрған жоқ. Болды, кет ол үйден. Қашып кетесің бе, біреуді өлтіріп кетесің бе, бірақ кет ол жерден. Зорлап тастаса да ол ұят емес. Бізде victim blaming адам жаңағы victim blaming деген өте керемет дамып тұр біздің қоғамда, өкінішке қарай. Зорлаған адам ұялмайды, зорланған адам ұялады да. Бізде қыз жігіттердің философиясында солай. Сосын жаңа мен айтам, мысалы қайтып келген қыздардың бетіне жаңағы айтады всегда, вот сен қайтып келгенсің, сен қайтып келгенсің. Мен айтам, ал 3 әйел тастаған еркекке неге сендер айтпайсыңдар сонда? Сен бір әйелді бақытты қыла алмаған еркек, ана Болат Атабаев күшті айтады да, бір әйелді бақытты қыла алмаған еркек, ол неменесіне еркек дейді. Тіпті ол анаң болсын, ол досың болсын, ол құрбың болсын, қасында көршің болсын, қызың болсын, әйелің болсын, бір әйелді бақытты қыла алмаған еркек емес. И ол күшпен бақытты қыла алмайды еркек ешқашан. Иә, оның бізден басымдылығы, оның жаңағы Аллах тағала оларды күшті қылып жаратқан ғой, бірақ несімен күшті қылып жаратқан, сол нәрсені өкінішке қарай біле бермейді еркектер бізде. И сондықтан қыздарға айтам, бірінші кезекте өзінің нәпсісін жеңе алмай, сені жеңіп алып қашқан адам болды ма, қаш. Менің қателігімді қаншама миллиондаған аналарымыздың, жүз мыңдаған аналарымыздың, әпкелеріміздің, жеңгелеріміздің қателіктерін қайталамаңдар. Кетіңдер, қалмаңдар. Және барынша мен өзім қазір медиада жұмыс істегенде бүкіл жұмысымды сол нәрсеге арнағым келеді, заң қабылдатқым келеді. Алып қашты ма, болды. Ол адамның өмірін бұзды ғой. Ол адамды өлтіргенмен тең. Кем дегенде 15-20 жылға тоғытып, ондай адамды қоғамнан аластату керек. Әйтпесе ол нәрсе тоқтамайды. Бірақ қазір енді қуанышымызға орай, қазір жас жігіттердің санасы мүлдем басқаша. Мен Жайна деген сериалды түсірген кезде, соның 6-шы сериясында алып қашу туралы, сол тура өзінің басынан қалай өтті, соның бәрін сол жерде түсірткіздім әдейі. И маған Шымкенттің жігіттері жазды. Қыздар, сонда қыздарды алып қашу ол дұрыс емес пе? Я дұрыс емес десем, біз ойлап жүрдік қой, біз оларға бір услуга жасап жатырмыз деп ше. Мен айтам, вообще услуга емес, ол ана медвежий услуга. Ол көрдің бе, түсінік әбден қалыптасып кеткенде, оны басқаша түсінеді. Иә, олар тек қана бір жағын ғана түсінеді. Мен оны бақытты қылып жатырмын ғой, мен оны таңдап тұрмын ғой. Ол сондықтан мен оны тұрмысқа шығу бақытын сыйлап жатырмын оған. Сондықтан ол бақытты болу керек дейді. Ол қыз сені таңдап тұр ма? Жақында Таласбек Әсемқұловтың Тал түс деген шығармасын оқып қатты таңғалдым. Ол кісі де мысалы өте үлкен кісі ғой. Примерно жасы 60-70-ке келу керек тірі болғанда ол кісі, сол кісі 70-ші жылдар, 60-ші жылдар болған оқиғаны суреттейді. Сол кезде күшті суреттейді. Жаңа қыз бен жігіттің екеуінің алғашқы түнін суреттейді. Сол кезде айтады, ана қыздың мені қалап тұрғанын түсінгендегі сезімін суреттейді. Қыз сені қалап тұрған кездегі сезім ол мүлдем басқа. Ал қыз саған сенің күшіңе ғана басып тұр ма, ол мүлдем басқа әңгіме. Ол мүлдем басқа сезім.
әйел ол тек қана жаңағы ана болу үшін әйтеуір бір үйдің жаңағы келіні болу үшін жаралмаған ғой, ол да сезім, ол прям кусочек сезім, үлкен кусок сезім ғой, әйел деген тұла бойы тұнған сезім. И соны басып тастағысы келеді біздің өкінішке қарай салт дәстүрлерменен. Мысалы өзіміз күлеміз, біздің дәстүрде ойбай ана Сомалиде қыздарды жаңағы женское обрезание дейді ғой, қыздарды сүндеттеп тастайды екен деп. Бізде эмоциядан сүндеттеп тастайды. Қыздарға сезім керек жоқ. Қыздың бақыты ана болу ғана. Қызға эмоция сезудің қажеті жоқ, ол артық. Оны билеу, қыздың эмоциясын басқару керек деп, еркектер басқару керек деген әңгімені көп айтады бізде. Құдайға шүкір, енді қазіргі біздің поколениямыз, біздің қыздарымыз ондай емес. Құдайға шүкір, үміттенемін. Мен де қазіргі қарап тұрсаң 20 жастағы қыздарда бөлек, шекара, граница, мен өзімді түсінуім керек. Выгорание деген сөздерді выгорание, 20 жаста выгорание. Окей, ол да жақсы, ол да жаман емес. Енді сен 9 жыл тұрмыста болдың, иә. Ал осы 9 жылдың ішінде қандай келін болдың? Және ажырасам деген кезде туған туыстарың қалай қабылдады? Ата-енең? Ата-енеммен бар ғой, қатты араласқан адам емеспін. Біз бірінші күннен бастап бөлек тұрдық, сондықтан менде ата-ене деген проблема болған емес. Мен барғанда сәлеміміз түзу, сәлем салатынмын ата-анама, ата-енеме шайларын құям деген сияқты қызмет ететінмін. Сосын бір 2 тойда ғана шығар бір қызмет еткенім, келін болып, оның өзінде жаңағыдай енді қаланың адам болғасын, мен үшін үлкен енем орыс келін деп айтатын. Осы орыс келін деп өйткені мен жаңағыдай біріншіден мен ойлаймын, егер мен шын мәнінде жолдасымды жақсы көрген болсам, мен ана жерде ит болып жұмыс істейтін едім. Мен ата-анамның, енемнің қолын, аяғын жуып, кәдімгідей мен қызмет істейтін едім. Бірақ оған деген құрметім аз болғандықтан, оның туыстарына деген құрметім аз болды. Бірақ мен сыйладым, қайын-сіңілеріммен бәріміз арамыз жақсы. Мен барлығын жақсы көрдім, кәдімгідей олармен ақылдасатынмын, сөйлесетінмін. Бірақ өкінішке қарай ойлаймын, егер біздің арамызда ондай қарым-қатынас махаббатқа құрылған кезде мүлдем басқа болар ма еді деп. Ажырасқан кезде менің ата-анам, менің әкем әлі күнге дейін білмейді ажырасқанымды. Мамам қарсы болды. Жарты жыл шамасында менімен сөйлеспей қойды. Өйткені күйеу баласын өте қатты жақсы көреді. Мен айтамын, сіз жақсы көресіз. Әлі күнге дейін жақсы көреді. Осы өткен аптада туған күндері болғанда екеуі бір-бірін хабарласып, осы құттықтап, күшті болып жатады да, мен айтамын, сіздер маған өйтіп звондамайсыңдар деп. Жоқ, күйеуім құдайға шүкір жақсы кісі, өте момын, сондай жоқ, ешқандай айла қулығы жоқ, арамдығы жоқ, сондай адамда. Сондықтан анам жақсы көрді. Мен айтамын, сіз жақсы көріңіз. Мен де оны сыйлаймын, адам ретінде өте қатты сыйлаймын, бірақ өкінішке қарай жарым ретінде көре алмайды екенмін. Мен оған құрмет дегенне сыйлағаннан мен оған бақыт тілеймін. Мен оның қасында өзін жақсы көретін әйел болғанын қалаймын, оны қалайтын әйелдің болғанын қалаймын. Сондықтан мен ажырасуға бел будым деген кезде түсінген жоқ, әрине, қазір түсінді. Кітапты оқығаннан кейін көп нәрсені түсінді. Өйткені біз анамызға өйтіп бетіне айта алмаймыз ғой көп нәрсені, ше. Сол кітапты оқығаннан кейін ғана барып түсінді көп нәрсені. Бірақ сен 27-те тұрмыс құрдың, дегенмен бірден жүкті болмадың. Жоқ, 31 жасқа дейін, 30-да ғана көтердім, 31-де босандым ғой. 4 жылдай болған жоқ, соның бәрі уайымдай бастады. Неліктен? Білмеймін. Біз жаңағыдай ойбай сақтандық дейтіндей нәрсе емес. Мен бірақ алғашқы 2 жыл қатты ауырдым. Менде арқамда протрузия, 2 жерден протрузия болып ұзақ емделдім, антибиотиктар барлығы енді өлтіріп тастайды ғой бәрібір. Сосын бір арнайы ем қабылдаған жоқ. Әйтеуір бір күні Құдай өзі берді. Соны мен ойлаймын, ол ана кітапта да жазғам сол нәрсені. Бір жылылық пайда болды арамызда, ше. Уақыт өте келе мен оған деген сыйластығым арта бастады. Мүмкін сол кезде бір мыналар дайын екен отбасы болуға деп мүмкін Алла берген шығар сол баланы деп ойлаймын да. Өйткені әйтпесе біз бір арнайы емделдік, жаңа бір жерге бардық деген нәрсе болған жоқ. Өзінен өзі болды бала. Бәріміз таң қалдық. Мен көтеріп қалдым деп өзім түсінбей қалдым да, осылай сіңіліме айтамын, что-то не так деп, сол қалай еді. Сосын күйеуім айтқанда да ол да сенген жоқ, кәдімгідей қалай болып қалды депші. Сол осылай болды деп. 4 жыл күткен кезде депрессияға ұшыраған жоқсың ба? Жоқ, болмай жатыр. Жоқ, мүлдем онда да ондай болған жоқ. Бір-ақ рет қана бір туысқан кісі айтып қалды, жаңағы осылай неге сендерде әлі бала жоқ деп. Мен сол кезде бір көңіл күйім түсіп кезде күйеуім маған келіп айтты, жарайды, болмай-ақ қойсын, асырап ала салам, соның несі бар, қандай проблема бар одан деп айтты. Мен оның қолдауына риза болдым. Бірақ мен қайтсем де бала туым керек, қайтсем де мен ана атануым керек деген бір миссия болған жоқ. Мен әлі ерте деп ойладым. Мен
жалпы өзім кішкентай күнімнен ойлайтынмын, бір 30-дан аса тұрмысқа шығам, 40-қа қарай туғам деп ойлайтынмын ғой. Саналы түрде туғым келетін, баланың не екенін түсініп, кім екенін түсініп туғым келетін. И сол жоспарым орындалды. Былай қарап тұрған кезде 30-дан аса тудым, балаға деген көзқарасым мүлдем басқаша болды. Қалай сонда осындай ортада тұрып, осындай ой келді саған? Мен кішкентай күнімнен мен шетелдік кинолармен, сериалдармен өскен адаммын. Қазақ әдебиетін әрине оқыдым, жатқа білдім. 22 жасқа дейін бүкіл әдебиетті оқып тастадым, бірақ 22 жастан былай қарай менің көргенім тек қана шетелдік шығармалар болды да, и олардың баламен қарым-қатынасы маған қатты ұнайтын. Балаға бір әйтеуір бұл келесі этап емес, өмірінің тұлға ретінде қарайтын да олардың. Сосын бір-екі мысал, мен ана Америкаға қазақ балаларын асырап алғандарды көретінмін. Сосын олардың ана баланың тұлғасын соншалықты құрметтейтіні маған қатты ұнайтын. Олар ешқашан балаға сен жаңағы американецсің, сен ұлтың мынандай деп айтпайды. Балаға айтады, сен қазақсың, біз сені Қазақстаннан алғанбыз, біз сені асырап алғанбыз, біз сені қаншама баланың алдына ішінен таңдап алғанбыз деп. Сосын қаншама ата-аналарды көрдім, Қазақстаннан арнайы сыйлықтар алдыратын, Қазақстанға арнайы алып келетін, мынау сенің тұқияның осы жерден шыққан деп балалар. Ол деген адамға деген құрмет. Бізде өкінішке қарай балаларға бір жарайды, үйде жүретін адам сияқты ретінде қарайды да, бір отбасының бір мүшесі, әйтеуір ол тұлға ғой, ол болашақ адам, ол болашақ қоғамның мүшесі ретінде қарамайды өкінішке қарай. И сол нәрселерді мен көретінмін, мен ана болғанда барлығы басқаша болатын деп ойлайтын. И шын мәнінде қазір сол өзімнің ұстанымыма қарсы келмеуге тырысам көп жағдайда. Ал қысым болған жоқ па отбасыңда, ойбай, мына келін қашан жүкті болады деген? Енді о жағынан менің ата-енем бір токсичный ата-ене болған жоқ олар. Көбісі бар ғой, ойбай, мен бір жеңгем болды, өзі семей жақтың қызы, ол кісі де сол бір ұзақ уақыт 10 жылдай көтермей жүрген кезде бәрі жаңағы ағамызды азғыратын. Ой, семейдің ауру қызын алдың, ана полигонның қызын алдың, не үшін, анау мынау. Сөйтіп кейін ол босанды ғой. Мен сол кезде көкеме, жаңағы ағама қатты құрметім артты. Вот, махаббат, екеуі бір-біріне сенді, екеуі жаңағыдай, күйеуі де сенді, әйел де сенді болатынына. И менің жағдайымда ондай нәрсе болған жоқ. Бір-екі рет болды, бір асық сыйлады маған. Үстелдің басында жағдай ет турап жатты да, мына балам ұл тап деп маған берді. Мен оны жай құрмет ретінде көрдім. Енді осылардың баласы болсын, енді сен баласы болсын деп, жаман адамға баласы болсын деп айтпайсың, сен жақсы адамға баласы болсын, осының ұрпағы көбейсін деп айтасың. Ол құрмет ретінде қабылдадым, жақсы дедім. Бір үлкен әжеміз болды, құдағи әжеміз, ол кісі алыс, бірақ айтатын, әй, сендей қыздан бала туу керек, сен қыздан ұрпақ қалу керек деп айта береді. Содан ол кісі өзі қайтыс болардың алдында маған іш киімін сыйлады кәдімгідей. Арнайы беріп жүрген ғой, кәдімгідей. Өзі ол кісі 15 па 12 ұрпақ көтерген кісі. Бірақ мен сол ырымдыға білмеймін, сенген жоқпын, бірақ сол іш киімімде пайда болғаннан кейін мен құрсақ көтердім деп сенемін, әйтеуір. Қызық болды сондай. Ал жүктілік кез туралы сөйлесейікші, қалай болды? Токсикоз, депрессия, не? Айтайықшы. Мамский әңгіме ғой, айтайықшы. Так, көтеріп қалғаннан кейін. Көтеріп қалдың, қуандың, қандай сезімдер болды? Қуанған жоқпын. Мен бірінші, екінші күн кәдімгідей не істеймін деген сұрақ болды. Мәс саған қалай мен, уже баланың, әлі ішінде мынандай горошек жатыр да, бірақ мен уже оның университетін бәрін ойлап жатырмын. Так, бұған ертең қиын жағдайын жасау, әлі ұлыма қыз ба екенін білмей шаруа жоқ, бірақ уже мен әйелдің қиялы деген анау жаққа кетіп қалады ғой. Содан қалай болады, не болады? Сосын жайлап жаңағы сіңіліме айттым, сосын жолдасыма айттым, ата-анама айттым. Бәрі қуанып жатыр енді. Сосын уже менде қуаныш пайда болды. Бірақ тура сол қуаныш пайда болған кезде менде токсикоз пайда болды. Сөйтіп мен 4 ай ма жаттым кәдімгідей. Аузымды аша алмаймын, аузымды ашсам болды. Түсінемін. Содан қиын болды. Енді мен токсикозға дайын болдым деп айта аламын, өйткені менің анам да, менің сіңілім де аяғы ауыр болған кезде токсикоз 9 айлап болған кәдімгідей, бірінші күннен соңғы күніне дейін. Менде ондай болған жоқ. Мен қуанышыма орай менің командама рахмет. Сол кезде Динара адамның қасында жұмыс істедім ғой. Олар мені барынша қолдады, жұмысымды жеңілдетіп тастады кәдімгідей. Тек қана съемкаға анда-санда келіп тұрасың, анда-санда бір ақылдарыңды айтып тұрасың деп. Бір қанша 2 ай болғанда ма кәдімгідей төсекте жатырмын, басымды көтере алмаймын, ешкіммен сөйлеспеймін, бөлмеме ешкімді кіргіздірмеймін, тамақ ішпеймін, арықтап қалғанмын әбден.
сосын скорый шақырды, болмайды, уже тамақ ішпей жатыр, уже 1 апта ма 2 апта ма тамақ ішпей қойғам, содан алып кетті. Өйткені жаңағы гиперкалия дей ме, жаңағы қанда не қалмайды, тұз қалмайды, құсып жаңағы. Сөйтіп немен системамен тамақ ішкізіп, сөйтіп 2 аптадай жаттым ғой, 2 аптада басымды көтеріп, сосын құрт көмектесті маған. Құртты сол андай қалтама құртты толтырып аламын да, сосын Түркияға ұшып барып келдім. Тоже қалтамда құрт соры отырасың, жаңағы бірдеңе болса. Бірақ Құдайға шүкір, сол мен бірақ өте белсенді болдым. Менің акушер-гинекологым, мен атын ұмытып қалғанмын, Ольга ғой деймін аты. Сол кісі өте бір жақсы акушер-гинеколог болды. Басеновада барлығы алматылықтардың бәрі Басеновада босанады ғой. Мен де. Сонда ол кісі прям 24/7 мені бақылап отыратын. Не істеп жатсың, қайда баратсың, тауға шық, демал, көп жүр, отырма. Мен білем, сен қыз отырып жатсың қазір, бар тауға шық деп. Содан мен Фурманов биігіне көтерілдім, барып, ішім мынандай 7 айлық. 2-ші триместр. Иә, 3-шіде уже 7 айлық неге көтеріліп жүрмін. Фурманов биігіне шығып келдім. Сосын атқа мініп жүрмін, жаңағы моншаға тоқтамай барам, өйткені айтады, бізге андай диагноз қояды, старорожащая первородка деп қояды. Менің карточкамда сондай жазу болды. 31-де босанып жатырмын ғой енді. И айтады, давлениең мен ертең проблема болмау үшін босанған кезде қазір үйрете беру керек деп. Сөйтіп мен кәдімгідей моншаға қалыпты қалай аяғым ауыр емес кезде қалай барып жүрдім, солайынан бардым. Соңғы күнге дейін моншаға барып жүрдім. Тауға шығам, атқа мінем. Таза ауада көп жүрем, кәдімгідей бір 20 мың, 30 мың шаққа дейін жасап тастап жүрдім. Соның бәрі көмектесті, мен 2 сағат толғаттым. Менің сіңілім де, шешем де ұзақ толғататын. Сіңілім 20 сағат толғатқан алғашқысын босанғанда, мен соған дайын жаттым. Қазір мен 20 сағат толғатам, сосын таңға қарай босанам ғой деп, жаңа бәріне айтып кеткен ғой, таңға қарай хабар күтіңдер деп. 2 сағаттан кейін мен тудым. Негізі ПДР уақытында тудың, иә? Иә, кәдімгідей барлығы по графику болды, и толғақ өте жеңіл өтті. Сон балама айтам ғой, мен рахмет саған, сен сондай өте жеңіл келдің, өте тез келдің, рахмет деп ше. И қалайда қалыпқа келуіміз де өте тез болды. Ол ана билирубины жоғары деп айтқанменен, бірақ баламның ешқандай проблема болған жоқ. Ұйқысы да тыныш. Анам айтатын, ауылға барамыз, жаңа 5-ке бөліп тастаймын, мына бала ұйықтап жатыр ма? Бір дыбыс шықпайды, мына баладан неге жыламайды? Баланың бәрі жылаушы еді ғой деп. Жыламайтын, мүлдем тыныш қана жата беретін өзі. Емшегін еп, сұрайтын кезде ғана жылайды, қыңқылдап, асты таза болса болды, тамағы тоқ болса болды. Нетпейтін. Ұйықтай береді. Иә, ұйықтай береді. Құдайға шүкір. Иә. Құдайға шүкір. Ал өзіңде дегенмен енді қалай дегенмен шығармашылық адамсың ғой. Біз қиялимыз ғой, депрессия, анау мынау. Послеродовая депрессия болды. Өте қатты болды. Менде кәдімгідей, мен ойлаймын, егер қасында сол кезде сіңілім болмаған кезде мен тіпті шыға алмай қалатын ба едім деп. Өйткені қуған кездерім болды кәдімгідей ше. Ана балконнан кір жаятын жер бар. Соны баланың киімін жаяйын деп жатырмын да. Солай былай төмен қараймын де, қолымнан бала түсіп кеткен сияқты болады. Деп шыңғырып неге кіріп кетем. Қайттан бөлмеге кіріп кетем. Қарайым, балам ұйықтап жатыр. Ана жаққа қарайым, кірлерім бәрі жайылып тұр. Мынау басымда сондай глюктар кетті кәдімгідей. Сосын жаңағыдай андай бір алғашқы 10-15 күнде мен енді ешкімге керек емеспін деген ой қалып қояды. Мен жұмыс қалды жайына, мен енді тек қана баланың қасында отырам. Болды, мен ешкімге керек емеспін. Еще жағы миыңда сосын керек тамағыңды іше алмайсың, сүйген тамағың, кофеңді іше алмайсың, жағы деген тәттілеріңді жей алмайсың, тамақ жағы. Содан бала бәрібір түнде оянады ғой. Сосын бір күн андай жағдай болды, түнімен жаңа баланы тербетіп, қайта емізіп, ұйқым қанбай отырса, күйеуім айтады, туф, бүгін 5 сағат ұйықтадым дейді. Сосын мен айтамын, сосын еще баланы енді ұйықтатып қойған кезде келеді де келіп баланы иіскейді ғой, мен айтамын. Оның барлығын бірақ әйтеуір оған дайын болдым ғой, мен көп нәрсені білем. Ана сол кездерде ұмытпасам Талли деген фильм шықты, кім Шарлиз Терон ойнайтын. Няня туралы. Иә, керемет қой, сол әйелдің жаңа послеродовая депрессиясын күшті көрсететін фильм. Мен көп әйелдерге айтам, соны күйеулеріңмен отырып көріңдер, көрсін әйелдің басында не болып жататын. Өйткені біз әйел біріншіден оны айта бермейміз. Екіншіден жағдай оларды түсіне бермейді ол нәрсені. Не істеп жатсың? Мен саған тамағыңды әкеп тұрмын, күйеуіңді әкеп тұрмын, балаң алдында жатыр, не керек деген сияқты нәрсе айтады. Ал шын мәнінде әйелдің басында гормондар сөйлеген кезде адам өзіне ие бола алмай қалады кәдімгідей. Құдайға шүкір, әйтеуір жайлап өттік қой, бірақ
сол негізі сол нәрсе, сол баланы туғаннан кейін кәдімгідей өмірлік миссия туралы ойлана бастайсың. Мен міне баланы өмірге әкелдім, мен не істедім? Бұған мен қоғам дайындадым ба? Иә, мен бұған тамағын беріп жатырмын, киімін беріп жатырмын, бірақ бұл өмір сүретін қоғам, бұл білім алатын қоғам, бұл өзін жаңағы іске асыратын қоғам қандай болады? Мен ол қоғамға не үлес қостым деген нәрселер сол кезде басымда кетті кәдімгідей. Таңертеңнен кешке дейін соны ойланасың. Өзімше жаңағыдай супер ана боламын деп кішкентай күннен оған оқимын, даусымды шығарып кітап оқимын, өлең айтамын, әйтеуір бала ести берсін, тыңдай берсін деп супер ана болуға тырысасың, бірақ бір кезде өзіңнен өзің кішкене босаңси бастайды екенсің. Бір бала 6 айлық 7 айлық болғанда мен де уже жібере бастадым. Оған дейін мен кәдімгі киімін өзім қолмен жуып, кір сабынмен жуып, оны үтіктеп, әрбір андай болады, қуасың кәдімгі супер мама болуым керек, мен барлығына жағуым керек деп. Сосын сол кезде жоқ, балам уже 1,5 жасқа келгенде Дана Орманбаеваның «Мы не ругаем детей» деген кітабын аудардым да. И сол кезде мен түсіндім, мен дұрыс бағытта келе жатыр екен баламды тәрбиелеген кезде деп. Өйткені Дана Орманбаева жаңағыдай күшті суреттейді баламен қарым-қатынастың қандай болу керек екенін. Сол кезде көзім жетті кәдімгідей менің балаға деген қарым-қатынасым, менің бала туралы ойларым, тәрбие туралы ойларым дұрыс екен деп. Қазір бізді естіп отырған қыздар бетіп отырған шығар. Сөйтіп отырмын, үтіктеп. Алғашқы балаңмен сөйтесің, суындап, қайнаған суға жуындырып, Құдай-ау. Екінші баламмен қазір кеше үшінші балам ана мысықтың тамағын жеп жатыр да. Ойбай деп жатыр біреу. Ой, мысықтың проблемасы дейді. Шынымен де. Ойбай, қалай дейді. Солай дейсің ғой. Рас қой, рас. Сөйтіп депрессиядан Өттім ақырын. Жайлап өттім, сіңілім көмектесті. Солар көмектеспегенде, өйткені негізі қазақтың философиясы ол жағынан өте дұрыс нәрсе ғой. 40 күнге дейін әйелдің қасында тек қана көмекші болу керек, ешкім кедергі жасамау керек деген нәрсе өте дұрыс нәрсе. И сол тренд біздің қоғамға енсе, ойлаймын, көп әйелдер послеродовая депрессия деген не екенін білмей өтереді деп. Бізде өкінішке қарай мынау әйелді, келінді әсіресе құл қылып, күң қылып жұмсап алған. Мен сол сіңілім екіншісін босанған кезде мен пост жаздым. Әйелге жаңағыдай көмектесу керек деген кезде қаншама әйелдер жазды маған, дайректке жазды, сол кезде пікірге жазды. Ойбай, қайдан роддомнан шыға салып ат болып жұмыс істеп кетесің. Баланы өздері алып алады да, есіктің алдында қаншама адам отырады, соның бәріне шай, тамақ, еще олар келген кезде күліп жадырап деп күшті болып құтты болсын десе, деп жаңағыдай тұру керек. Әйелде ондай шама болмайды. Сенің астыңда быт жыртылып атады барлығы. Укол кесілген, тесілген, емшектер төс ол мына жақтан саулап, сүт саулап атады мысалы. Оны еркектер түсінбейді ғой, оны әйелдер түсіну керек. Сол үшін бізге женская солидарность деген біздің қоғамға өте керек нәрсе. Бізде бірінші кезекте әйелдің жауы әйел болып кеткен қазір. Бірінші кезекте анау үлкен еркектерге өзінің баласына түсіндіру керек. Ол келіннің жағдайы қазір мынандай болып жатыр. Ол ұят емес ол нәрсені айту. Біз ол өтірік ұятпенен өмір сүріп жатырмыз қазір да. Ол еркектер білмей ақ қойсын, олардың жаңағы ондай нәрсені білсе, олар ертең үйленбей қояды, олар ертең екінші бала қасына сені жатпай қояды. Зачем? Сүйсе жатады, сүймесе, конечно, онда көрінген сылтауды іздеп кетеді солайынан. Тіпті қазір қарап тұрсам, көп ер адамдар әйелдермен барып жаңағы босандырып жатады. Ештеңе жоқ, бір-бірін жақсы көреді. Бәрі жақсы, бәрі тамаша. Сол ғой. Бірақ менің күйеуім барман. Енді ол әркімнің өзінің психикасына байланысты. Жоқ, мен ол жерде болдым, естідім, мынандай дауыстар шығады. Нечеловеческие голоса дейді. Қандай дауыс шығарады дейді, бұлар қалай дейді. Сенің жаныңды қинағаның көріс. Мен айтам, әйелдер туралы әңгіме айтатын еркектерге бір рет толғақ болып көрсін, сосын мен айтам, пожалуйста. Сосын мен бір рет айтқам, осы тоже әйел туралы бір әйелді бәрі жаңағы обсуждать етіп жатыр. Сосын мен айтам, ай сайын месячный келмейтін и маткасы жоқ еркектер сөйлемеңдер. Сендердің тақырыптарың емес. Мен сендердің тақырыптарыңа кіріп жатқан жоқпын, кірісіп жатқан жоқпын. Сендер бұл тақырыпқа кірмей ақ қойыңдар. Әйелдің гормондары қалай сөйлейтінін сендер білмейсіңдер. Міне. Сөйтіп 9 жылдан кейін ажырастыңдар. Әдия қалай қабылдады? Ауыр қабылдады. Ол сол біз шешім қабылдаған кезде ол ауылда жатқантын. Сосын мен ауылға бардым да айттым, балам, осылай, қазір біз үйге барамыз, үйде папа болмайды. Неге болмайды? Мен айттым, осылай да осылай, мен өкінішке қарай папаңды жақсы көрмеймін. Ты же нас любишь деп, ол кәдімгі ренжіді. Сосын мен айттым, я тебя очень сильно люблю.
папу уважаю, но этого нам, к сожалению, не хватает деп, ол енді орысша сөйлейді кішкене, солай орысша түсіндірдім. Сосын алғашқы 1-2 ай кәдімгідей папаны үйге шақыр, үйге келсінші, папамен ойнаймын, папамен жүремін, папамен тұрамын деген әңгімелер айтады. Сол кезде менде болды өкініш, ерте шешім былай қабылдап қойдым ба, баланың өсуін күту керек еді ме деп қиналып қалдым кәдімгідей сол кезде. Бірақ бала көбірек қиналды, бірақ мен ешқашан арасында тұрған жоқпын. Әкесіне рахмет, апта сайын келіп, жаңа сенбі жексенбі қыдыртып, ойнатып, ешқандай енді бұрынғы өмірінен ешқандай өзгеріс болған жоқ. Ол бәрібір солай суббота воскресенье ғана оған уақытын бөлетін. Тура солайынан болды балада. Бірақ қазір басылды. Енді 2 жыл болды ғой, биыл 2 жыл болады. Алғашқы 1-2 ай солайынан қиналдық. Неге деген нәрселер болды балада. Қазір түсінеді. Қазір тіпті кім осы? Мен мамаммен сөйлесіп жатырмыз ғой. Мамам маған ұрсып жатыр, как всегда ұрсып жатыр да, типа, вот, күйеуіңмен бірге тұрмайсың ба деп айтса, мен қызым WhatsApp-тан естіп жатыр да, мен мамамның айтып отқансын. Мама не любит папу деп айғайлап жатыр басқа бөлмеден ше. Күліп жатыр да, соны түсініп тұр да бала уже. И қазір өте жеңіл қабылдайды. Әкесіне осы өткен аптада барып келді. Кәдімгідей бүгін кеше ме алдыңғы күні маған сыбырлап айтады. У папы появился подруга. Жақсы деді. Соны түсініп тұрғаны, мен қызым өте эмпат, өзім сияқты адамдарды қатты сезеді, и құрметтейді адамдардың сезімін. Сонысы қатты ұнайды өзімнің қызымда ше. Маған соны жеткізуінің өзінде де жаңағыдай көңіліне тек қалмасын деп, папы появилась подруга деп жаңағыдай сыбырлап айтып отыр. Жарайды, бақыттысың деп қоямын. Қызық енді. Әкесін де ренжітпеуге тырысады, мені де ренжітпеуге тырысады. Сосын көп айтам мен, жаңағыдай мені уайымдап қалатын кездер болады. Менде бір депрессия болып қалса, ренжіп қалсам, бетіме қарап, жаңағыдай, давай я о тебе позабочусь деп айтамын, балам, сен менің баламсың, мен сенің мамаң, мен үлкен, мен сені қорғауым керек, мен сені қолдауым керек. Я сенің махаббатың мен үшін маңызды, бірақ сен мені уайымдама. Я проблемы сама решу. Сенің проблемаңды біз бірге шешеміз. Уайымдама деп айтам, бірақ бәрібір андай нетіп қояды енді. Кейде болады ғой, бір екеуміз ұйықтап жатамыз, сосын мен болады енді күрсініп қаласың да, деймін ғой, сразу қолын алып шығады да, көзімді сипай бастайды, жылап жатыр ма екен депші. Сондай жерлер бар. Қызық, эмпат болып өседі екен негізі. Қазіргі балалар әсіресе альфа ұрпақ, олар эмпат ұрпақ деп айтады ғой. И сол рас екен. Қатты эмпат. Енді Инстаграмда көремін стористеріңде түрлі сұрақтар қойып, неше түрлі қызықтар айтады, соны сен жүктейсің. Енді түсінемін ғой, өзімде де қыздар ғой. Үйтіп ақылды болғанына шүкір. Рахмет. Шүкір. Бірақ сол психологпен сөйлескен кезде мен қызымның кішкентай күнінен 1,5 жастан бастап өзінің жеке психологы бар. Сонымен сөйлесіп тұрам, бір үлкен шешімдер қабыл, жаңағы садикке баратын, мектепке баруын былтыр сол 6 жаста берем деп ойладым да, сосын психолог айтты. Негізі логика бәрі жақсы, бала біліп тұр, бірақ психологиялық түрде бала дайын емес мектепке, әлі ойын баласы кәдімгі ертең қиналасы деді. Сосын все болды дедім да, берген жоқпын баланы. И сол бір рет айтқан, сіз өзіңіздің мамаңызды уайымдап ерте есейдіңіз, сіз қазір сол қателікті қайталайсыз, егер балаңыз сізді уайымдайтын болса деді. Сондықтан мен балама көп жаңа проблемаларымды айтпауға, көрсетпеуге тырысам, эмоцияларымды оған көрсетпеуге тырысам, но өйткені ол бала болу керек әлі. Мен оның балалығын олайынан ұрлағым келмейді. Бала кішкентай әлі, ол ешқандай уайымсыз өсу керек қой. Ол менің қазір үлкен проблемаларыма оның араласуға ешқандай менің құқығым жоқ оны араластыруға. Сондықтан түсіртпеуге тырысам, өйткені өзіміз ерте есейдік. Әке-шешелеріміздің проблемаларын көріп өстік 90-шы жылдары, оларға көмектескіміз келіп тұратын. Ол балалықты ұрлады бізден көп жағдайда. Сондықтан балам ондай нәрсені білмесе екен, ұзағырақ бала болса екен деп армандаймын мен. Күрсінді. 90-шы жылдардың балалары. Иә, бәрі есіме түсіп кетті. О жақтың да сұрақтары бар, бірақ қазір кітапқа келейік. Жақында шықты кітабың, өмірдің аты М деген кітабы. М. Ішін айтайын, оқымадым, бірақ мазмұнын білем, қысқаша мазмұнын. Ол жерде жаңағы күйеуге шыққаннан бастап ажырасқанға дейін өзіңнің өміріңді, тағдырыңды жаздың. Негізі халық жақсы қабылдап жатыр. Репосттарыңа қарағанда. Иә? Жақсы, құдайға шүкір. Мен басында хейт көп болады деп ойладым. Өйткені Баян Мақсатқызының кітабы шыққан кезде барлығы айтқан, вот, қазақ әйелдерін ажырасуға үндеп жатыр деп.
Енді менікі де тура сондай история ғой. Былай қарап тұрсаң, біраз жылдан кейін ажырасып әйелдер, сосын мен қорықтым. Сосын 3 психологқа оқытқыздым. Жаңағы Аида Тұрғазы, Саида, оқыдай. Сая Баким, Саида деген бала еді. Сая Бакимова, сосын Эльвира Ергалина үшеуіне оқытқыздым. Айттым, вот мынадан кейін оқыған адам ажырасам деп шешім қабылдай ма деп. Олар айтты, жоқ, керісінше. Егер осыны оқып адамдар отбасында қалатын болса, ол отбасы берік болады деп. Сосын алғашқы тұсаукесерде Алматыда біздің енді аудиториямыз ылғи әйелдер ғой, менің аудиториям. Сосын бір ер адам тұрды артқы жақта. Бүкіл әңгімеміз тыңдап отыр. Ең соңында жаңағы сұрақ жауап келген кезде ол кісі сұрады. Мені бұл жерге, мен сізді танымаймын, білмеймін, бірақ әйелім жіберді, сол кісінің кітабын алып кел деп жіберді. Мен келіп тұрмын, бірақ бағандан бері әңгімелеріңізді естіп, мен бұл кітапты алып барам ба үйге, бармайын ба деген ой кетіп тұр деді. Сосын тоқтады да бәрі бүйтіп күтіп тұрды, не айтады екен, қазір ұрсатын шығар деп тұрғанбыз ғой. Сөйтсе айтады, жоқ, бірақ мен сосын шешім қабылдадым, мен алып барам. Менің әйелім маған шын мәнінде мені сүйе ме, сүймей ме, осы кітап лакмусовый бумага болады. И шын мәнінде көп қыз жігіттер маған содан кейін мынандай нәрсені жазды. Біз қасымыздағы сүйетін адамымызды бағалай бастадық. Мен бұған не үшін қосылғанымды, әу бастағы махаббатымды есіме түсірдім. Ұзақ уақыт бойы тұрмыс жеп қойған сезімдердің бәрі есіме түсіп, керісінше болып жатыр дегеннен кейін мен дедім, басында қорықтым, өйткені қатты қорықтым, масқара біреудің отбасын ажырастырып жіберіп жатсам деп. Бірақ көп әйелдер кәдімгідей саналы түрде сүйетінімізді түсініп жатырмыз, ұмытып кеткен екенбіз деп айтқан кезде, сосын бір келіншек жазды. Ең алғаш қосылған кезде маған оның қандай қылықтары ұнайды, соның барлығын есіме түсірдім. Оның сүйікті тамақтарын бәрін ұмытып кетіппін. Алғаш қыз бен жігіт болған кездегідей қазір күшті өмір сүріп жатырмыз екеуміз 3 баладан кейін деген кезде қатты қуандым сондай историяларға. Негізі бұл енді батырлық. Бұндай кітап жазу. Сөйтіп айтады, иә. Оған қалай барды? Мен өтірік айтудан шаршап кеттім. Өтірік қоғамды жасап жатқан әлі күнге дейін өзіміз әйелдер екенін түсіндім да. Өйткені біз бәрі бақытты болсын деп көп нәрсені өтірік айтатынбыз. Баяғыда интернетте мынандай нәрсе болған, дүниедегі ең өтірікші адам ол мама дейді. Өйткені ол ешқандай проблема болса да саған жоқ, бәрі жақсы деп айтады. Үйде тамақ болмай жатса да саған әйтеуір тамақ тауып береді. Үйде киім болмай жатса да әйтеуір саған киім тауып береді. Уақыты болмай жатса да уақыт тауып береді. Ең үлкен өтірікші адамның өміріндегі ол әйел ғой, яғни. Барлығы жақсы деп жаңағыдай жылы жауып өзін құрбандыққа шала береді. Бірақ ол дұрыс емес қой, ол құрбандыққа шалғаннан бақытты болып кеткен ешкім жоқ. Бәрібір сол бақытсыз ұрпақ ары қарай жалғасып жатты. Сондықтан өтірік айтудан шаршадым. Айналамдағы әйелдердің барлығының өтірік айтып жүргендерінен шаршадым. Не үшін біз өтірік айтамыз? Не үшін біз еркектерге өтірік бәрі жақсы дейміз да, сосын кейін оларға бір какие-то претензияларымызды айтамыз. Ауырамыз, қиналамыз. Өзіміз ауырамыз, өзіміз қиналамыз, сосын ой, соңында осының бәрі еркектен дейміз. Оларға шындықты айту керек қой, оларға көрсету керек. Бізде де сезім бар, бізде де эмоция бар, бізде де сана бар, бізде де қалау бар екенін бірінші кезекте оларға түсіндіруіміз керек. Түсіндіру үшін біз айтуымыз керек. Ол деңгейге басқа қоғамдар әлдеқашан өтіп кеткен. Ол менің шығармамды мысалы Америкаға апарсам, айтады, бұл қатардағы оқиға дейді. Мен ондай миллион шығарма оқыдым мысалы Америкадан. Қазақта ондай жоқ. Қазақта сосын мынандай нәрсе бар, жаңағыдай қазақтың көп жазушылары жаңағыдай әйелдің махаббаты туралы жазады, бірақ ол еркектің көзқарасы. Ол еркектің көзқарасы, ол әйелдің бәрібір ол қанша шебер жазушы болса да, ол әйелдің ішкі эмоциясын жаза алмайды. Сондықтан әйелдер өздері туралы көбірек жазу керек. Мысалы Баян Мақсатқызы жазғанда мен қатты қуанғам, мен сіңілім редакциясын жасады. Сол кезде мен қатты қуандым. Неужели бізде біреу бастады осындай нәрсені? Әйелдер жазу керек, айту керек, ішкі эмоцияны сыртқа шығару керек. Сол кезде ғана бар біз проблеманы түсінеміз. Оған дейін әйтпесе еркек жаман, әйел жаман, деп жүре бергеннен ештеңе өнбейді деп. Сөйтіп шешім қабылдадым, осыны қайтсем де жазам, қайтсем де шығарам деп. Жақындарың оқыды ма? Бәрі оқыды. Экс-күйеуің оқыды. Ол оқымады-ау деймін. Ол енді кітапқа қатты қызықпайтын адам. Мүмкін оқыған шығар. Ойлаймын, менің қайын сіңілерім бәрі, сосын көп абысындар көп қой. Солардың бәрі айтып жеткізген шығар. Енді мен ол жерде 100% шындықты жаздым. Ешқандай бір ауыз сөз өтірік болған жоқ. Бір ғана адамның аты өзгерді, Айдардың аты, өйткені ол кісі өзі айтып, атымды өзгертіп жаз деді, өйткені ол Айдар деген жағы тұрмысқа дейін ұнатқан адам. Енді қызметіне байланысты оған айтуға болмады. Сол кісінің ғана аты өзгерді, басқасының аты сол қалды ол жерде. Ал ана
кейіпкерің өзінен едәуір жас жігітті жақсы 16 көрді. жас, 16 жас. Бұл кім тағдыры? ол өзім Өзіңнің тағдыры. 100%, тура басымнан өтті. Енді мен құдайға шүкір деймін. Мысалы, ойлаймын, егер мен шын мәнінде отбасында болып ажыраспай тұрып біреуді сүйіп қалсам қандай жағдай болар еді деп. Мен ажырастым деп шешім қабылдап, ол үйден кетіп, күйеуім кеткеннен кейін мен 6 күннен кейін кездестірдім ол адамды. Бірден бізде байланыс пайда болды, химия пайда болды. Біреулер айтуы мүмкін жағдай, сен махаббатқа шөлдеп жүргенде пайда болғандықтан сен оны махаббат деп ойладың деп. Жоқ, бұл мүлдем басқаша болды. Мен айтпаймын, менде мүлдем қарым-қатынас болды. Күйеуіме дейін де менде қарым-қатынастар болған. Оларды да мен махаббат деп ойлағам. Бірақ ол түк махаббат емес. Мына сезімнің қасында олардың бәрі ойнамай қалды кәдімгі. Шынайы махаббат болды. Мен ойлаймын, өмірімдегі ең үлкен махаббатты сол кезде кездестірдім деп. Саналы түрде сүйген адамым. Менің білуімше, енді сенің әкең 4 жаста кетіп қалды. Ресми түрде 2 жасымда ажырасқан олар, но оған дейін келіп кетіп жүреді, но 4 жасымнан кейін мүлдем байланыс үзілген ғой. Демек енді әке махаббатын көрмедің. Иә. Өзім сияқтысың. Бүкіл көп қазақ қыздарының проблемасы. Иә. Сіңіліңді. Иә. Бірақ уақыт өте келе әкеңмен кездестің. Әкеңді қабылдадың. Иә. Араласасыңдар. По телефону араласамыз. По телефону. Бірақ іштегі нәрсеңді айттың ба? Эмоцияларыңды? Енді қалай деп айтсам екен, мен әлі сол тағы да олардың жаңағы бір психолог айтып еді, олар хрустальный емес, оларға айту керек барлығын деп, ішіңде не бар. Но мен аяймын әлі күнге дейін. Андай бір өз онсыз да өмірлері дұрыс құрылмаған адамдарға одан барып, Айша білесің бе, мен мынандаймын деп айтуға кішкене қиын қалмаймын да. Иә, бұл жерде мен келсем, мынандай прощение, жаңа әке-шешеңді кешіру керек, обида деген нәрселер, ол оттаған нәрселер. Негізі оттаған нәрсе, иә. Сен кімсің әке-шешеңді кешіру? Құдай емессің ғой. Бірақ дегенмен сенің сол кезде көргеніңді, сезінгеніңді айту керек деп ойлаймын. Мен өзім әкемді кездестірген кезде ол маған өзінше айтпақшы болды да, мен айттым, айтпай-ақ қойыңыз, мен ризамын. Сіз мені бұл дүниеге әкелу үшін келдіңіз. Мен дүниеге келдім. Осы дүниеге бірдеңе үшін келген шығармын, бір миссиям бар шығар. Тектен-текке келген жоқ шығармын. Бірақ дегенмен екеуміз сөйлестік, сол сияқты бір мүмкін бір диалог болған шығар. Ондай диалог болған жоқ. Ол кезде мен алғаш кездескенде мен 22 жаста болдым ба? И бір психологиялық тұрда менде дайын болған жоқ ондай әңгімеге. Сосын енді ойлаймын, осы қазір қызым сұрап жүр, менің өз атамды көргім келеді дейді. Сол ойлаймын, бір күн алып барам, күн әңгімелесерміз сол кезде. Бірақ менде бір капля реніш, осы өкпе деген, сен маған бүйтпедің, сен маған сөйтпедің деген нәрсе жоқ. Болды, кетті, бітті. Сен де кінәлі емессің, оған шешем де кінәлі емес, ешкім кінәлі емес. Так сложилось. И сол өткен нәрсе үшін мен болашағымды бүлдіргім келмейді. Сізді ренжіткім келмейді, өзім өкпелеп біреуге реніш артып жүргім келмейді. Ондай нәрселерден аулақ болғым келеді деп айтқым келеді. Жаңа отбасыменен бақытты, бала шағалары аман болсын, олармен, бауырлармен араласып тұрамын. Олар Қостанайда тұрады. Әйтеуір күнде араласпасақ та сәлеміміз түзу ғой, қысқасы. Енді бірақ дегенмен бір рет 17 жасымдамын сол кезде. Телевизор ол кезде естіп қалдым. Әке-шешесін, әкенің махаббатын көрмеген қыздар шынайы махаббатты сезіне алмайды. Иә? Көбінесе. Тіпті енді бәрі адам ғой, тіпті оргазм дегеннің не екенін де сезіне алмайды дейді. Сол кезде соны көріп, соны естіген мен жұмыс істей бастадым. Өйткені мен өзімнің махаббатымды тапқым келеді. Мен бақытты болғым келетінін сол кезде түсіндім. Және мен көп жұмыс жасадым. Ал сенде қорқыныш болған жоқ па? Әке махаббатын көрген жоқпын. Қалай мен махаббатымды кездестірейін ба? Бақытты бола аламын ба? Мені де біреу сүю керек қой. Біз еркектің моделі, әкеміз арқылы бүкіл еркектің моделін көреміз. Дұрыс қой. Ол өте 100% рас нәрсе. Өйткені әйелдің, қыз баланың өміріндегі бірінші еркек ол әкесі. И әкесінен махаббат ешқандай сезбесе, ол махаббатты айыра алмайды. Сосын жаңағы жылы сөйлегеннің бәріне құлай салатыны ол өзімде де болды. Мен өмірімде мысалы бір ер адам маған, жаным қандай сүйкімдісің десе болды, ол еркек маған рыцарь на белом коне болып елестейтін жағдайлар болды. Но өсе келе оның барлығын түсіндік. Құдайға шүкір, что отқа күймей әйтеуір ешкімге жаңағыдай жатып қойып, аяғың ауыр болып қойып деген сияқты. Енді ол
әрине қателіктер, но сол қателіктердің барлығын істемей аман есен өткеніме қуанам. Но болашақта соның барлығыменен саналы түрде уже өзіңді түсінген кезде жұмыс істейсің. Кәдімгідей оның барлығын ұмыту керек, оған нәрсеге байланып қалмау керек. Көп нәрсе ол әке-шеше бізге махаббатын беруге міндетті, бірақ ол болмай қалған жағдайда, мысалы әке-шешең тумасыңнан жетім болса не істейсің онда? Ары қарай өмір сүруің керек қой, әйтеуір бірдеңе қылып. Сондықтан өзіммен жұмыс істей бастадым тоже. И шын махаббатымды кездестіргенде мен таныдым кім екенімді, қалай екенімді. И мысалы маған көбісі айтады қазір бірге емессіңдер ғой, сол сүйген адамыңменен қандай деп. Мен айтам, бір тамшы өкініш жоқ кеудемде. Өкінгім келеді, кейде жек көргім келеді, мен тастап кеттің, мені таңдамадың дегім келеді. Бірақ анау шын махаббат деп сондықтан сенемді, бір түйір өкініш жоқ кәдімгідей. Мен оның өзіне деген сенімін арттырып кеттім, кәдімгідей өзіне деген махаббатын арттырып кеттім. Ол менің өзіме деген сенімімді, махаббатымды арттырып кетті. И болашақта бірге боламыз ба, болмаймыз ба, онда шаруам жоқ. Бірақ мен кәдімгідей әр сәтімнен рахаттанамын. Мен өмірімде бірінші рет 36 жасымда мен бар екенімді, мен әйел екенімді, мен адам екенімді, тұлға екенімді түсіндірген сол махаббат болды деп айта аламын. Әке де емес, шеше де емес, сол жалғыз адам, бала да емес деген сияқты. Көп әйелдер ол нәрсені мойындамауға тырысады, бірақ мойындасаңдар өмір күшті болады десең. Ал Әдия білет ол кісіні? Білгенде мен сол нәрсеге таң қалдым. Ең алғаш екеуі кездескен кезде мен ойладым, қорықтым, қабылдамайды қазір, енді бөтен адам қалай қабылдайды деп. Бірақ екеуміз кездескен кезде осылай Әдия мен қасымда тұрды, сосын айттым, мәне қарама дейді. Айтқан кезде жүгіріп барып мойнынан асылды, и все соғалып ажыраған жоқ. Әлі күнге дейін білет. Сосын кейде сол айтам ғой, осылай ол туралы бір әңгіме қозғалып кетсе, сол кезде айтады, ну он тебя все равно любит деп айтады. Бала сезеді, бала білет. Сондықтан сенем, балама сенем десең, басқаға сенбесем. Екеуің енді екі бөлек кеткенде деп айтуға да болатын шығар. Сол кезде қатты депрессияға ұшырағаныңды білемін. Қалай болды? Қорқынышты болды десең. Мен енді бізді сөйтіп өсірді ғой, енді кішкентай күннен сен мықтысың, сен ақылдысың, сен күштісің, барлығына көмектесе аласың, жаңағыдай паровоз барлығын бүйтіп артыңнан. И өмірімде бірінші рет мен көмекке мұқтаж болдым. Өмірімде бірінші рет мен құрбы қыздарыма, халал пати деп атайды өзіміз, қыздар бір 6 қыз араласатын Алматыда, соларға жаздым, маған көмек керек. Я не справляюсь. Үйде жатып қалдым, кәдімгідей тамақ ішпеймін, 2 апта үйден шықпай кәдімгідей жатып қалдым. И қыздар келіп жаңағыдай баламен көмектесті, жұмысқа бәріне хабарласып, осылай қазір шыға алмайды жұмысқа, тиіспеңдер деп айтып хабарласып, рахмет, барлығы қатты көмектесті. И зорлап мені психологқа алып барды. Сол алғашқы психологым әйтеуір андай ол кісі Жанна Сейітқалиева, өте тығыз, графигі өте тығыз адамда. Ол кісіде вообще бос орын жоқ. Сол мен қыздарым жүгіріп жүріп, қайтсеңіз осы перизатты қабылдауыңыз керек деп, түнгі сағат 11-де үйіне алып үйінде түнгі сағат 11-де қабылдап, сол кісінің бір 4 сеансын өткеннен кейін кішкене болса да өзіме өзім келдім. Кәдімгідей есімді жинадым. И ол кісінің бірақ сөзі қатты өтті. Ажырасу менен, жаңағыдай сүйген адаммен ажырасу менен ажал екеуі бірақ нәрсе деді. Құдай адамды сенен өміріңнен алып кетті деген сөз болды. И сен өлімді қалай қабылдайсың? Болды, ары қарай шешім жоқ қой, болды, сен ары қарай өмір сүруің керек. Ажырасуды тура солай, сен ары қарай өмір сүруің керек. Екінші кезекте көмектескен ол балам болды. Өйткені кітапта да мен соны суреттеп жаттым, мен жаздым. Кәдімгідей өзіме қол жұмсаймын дегенге дейін ойлар кетті. И сол кезде ойладым, мен қазір өліп қалсам да баланы қалай? Опять тағы да бір бақытсыз адамды қалдырып кетем. Ол болмайды. Қайтсем де мен баламды өсіруім керек, дұрыс тәрбиелеуім керек, и оны бақытты қылуға тырысуым керек. Менің қазіргі миссиям сол деп. И сосын балама сол кезде айттым, жаңағыдай, енді ана өзім қиналып жатырмын, кәдімгідей екі бүктеліп жатырмын, тамақ ішпеймін, маған қарап ана қыз тамақ ішпейді. Сөйтіп айтам балама, сен барда жаңағы қаскелеңде тұрады сіңілім, соның үйіне бар, саған олар тамағыңды береді уақытында, киіміңді бәрін тазалап көмектеседі десем, айтады, мен ол жаққа бармаймын, мен саған керекпін.
и сол екі наверное осы екеуі екі жақтан келген кезде мен орнымнан тұрдым қайтадан. Әлі күнге дейін бар ондай нәрселер. Жаңағы қызым айтып отырмын ғой, көзімді тексеретіні сол ғой. Көрсетсем болды, жүгіріп келіп көзімді тексереді, жылап жатыр деп. Білмеймін, сен сенесің бе, сенбейсің бе, енді екі адам кездескен кезде өзінің бір кармасы бар дейді. Ол карма жұмыс істегеннен кейін екі адам екі бөлек кетеді дейді. Мүмкін бұл сол туралы шығар. Мүмкін, иә. Ол сондай кезде сенбейтін нәрсеге сенесің кәдімгідей. Қызық болды. Неде бір кофейняда бір сценаристпен кездесуім керек болды. Өзім сол депрессияда быт топ жүрген кезім. Сосын осылай отырмын, кофейняда кофе ішіп отырғам, тоже көңіл күйім жоқ отырғам. Сосын бір қыз келді, түріне де қарамаппын, мен сол кезде адамға қарай алмайтынмын, кәдімгідей төмен қарап отырғам. Здравствуйте, вам очень грустно деп жаңағыдай орысша сөйледі. Да деп қарағанда жоқпын, да деп ойладым, мен тағы бір оқырмандардың біреуі шығар деп өзімше қарап отырмын. Сосын айтты, я профессиональный таролог, можно ваш ладонь посмотрю деп айтты да. Сосын мен таро деген не екенін білмеймін ол кезде тіпті. Сосын мен мына қолымды алды да, сол қолымды алды да, по вашей судьбе никуда не денется, вернется деп өйстіп айтты да, это ваша судьба деді да, и мен андай қалсын қолымда тұрған латен не аузымда тұрды да, не жұтарымды білмеймін, не жұтпасымды білмеймін, солайдан қатып қалдым кәдімгідей. Сосын барып үйге барып таролог деген не, оны іздей бастадым. Сосын бір сол нумерология, соның карма, бірдеңен кейін бір шығып кетті. И сол кезде бір таныс қызым, ол бұрыннан сол нәрсені біледі екен, жаңағы карманы есептеу дей ма, бірдеңе. Соны айтты, ну, у вас кармические отношения деді. Ол сенің өміріңе сабақ беру үшін келген, сен оның өміріне сабақ беру үшін келгенсің. Бірге болатындарың, болмайтындарың тек өздеріңе байланысты. Сендердің шешімдеріңе байланысты. Жарайды дедім, солай қабылдадым. Но біздің ол жаңағы сол кармические отношения деген кездегі суреттеуі тура екеуміз қалай таныстық, қалай ары қарай жаңағы дамуы, развитие дейміз ғой, қалай болды, тура сол ғана қыз суреттеп бергендей болды ғой кәдімгі. Мен таңғалдым сол кезде бірінші рет Алладан басқа бір нәрсеге сене бастадым сол кезде. Әрине ол жаңағы айтады, ой, күнә, анау мынау дейді. Но сол кезде сол нәрсе де маған біраз көп көмектесті кәдімгідей. Сенбейтін нәрсеге сеніп кетеді екенсің. Иә, шынымен де қиналған кезде. Иә, қиналған кезде әйтеуір бір спасательный круг болған нәрсенің біреуі сол болды. Ал қосылғың келе ме? Әрине. Мен махаббаттан жеңілген адам болғым келмейді. Қазір, мысалы, осы жақында бір жазушыны айтады да маған, әйел жазушы, атын айтпай ақ қояйын. Сол кісіге көзқарасыңыз қандай дейді, үстіме айтты, мен қазір ол кісіні ұнатпаймын. Бұрын ол кісі 25-те болған кездегі интервьюларын көргем. Мен кішкентай болған кезде ол кісі 25-те Ақжүніс бағдарламасы болған. Соған берген ол кісінің интервью и ол кісінің махаббат туралы айтқан ойларына мен ғашық едім. Бірақ қазір ол кісі өмірден жеңілді, махаббаттан жеңілді, сүйгеніне қосыла алмады. И қазір ол кісі махаббат деген керек емес екен, сыйласаң болды екен деген сияқты әңгімелерге көшкенді. Мен айттым, мен махаббаттан жеңіліп, солайынан әңгіме айтып отырғым келмейді. Махаббаттан жеңілген адамның әңгімесі ол әлсіз адамның әңгімесі. Мен ешқашан басқа ешкіммен болмай кетсем де, мүмкін басқа адамды кездестірермін. Бірақ бұл махаббат ұмытылады, осымен жаңағыдай болды, мен оны енді қарамаймын, мен оған ерегіскеннен бақытты боламын дегім келмейді. И мен білем оның да тура сондай сезімде екенін. Кітабыңды оқыды ма? Бәрінің сұрағы сол. Білмеймін, оқыса оқыған шығар. Оқыды ғой, 100% оқыды. Бәрібір оқиды ғой, мамасы да оқыған шығар. Бірақ сондай енді мен асықпаймын ешқайда. Қайда асығып ешқайда асығып жатқан жоқ. Сол. Енді дегенмен енді папаң 4 жасында басқа отбасыға кетіп қалды, иә? Ал мамаң да екінші рет тұрмысқа шықты. Ол кезде сен 8-9-дасың ба шамамен? Мама шыққанда мен 10-11-де қойдым, ұмытпасам. 95-ші жылы 10 жастамын ғой, 10 жастамын. Сөйтіп сендер апаларыңның үйіне кеттіңдер. Ата мен әженің қолында. Ата мен әженің қолында. Ата мен әжең мамаларыңды қатты жақындатпады, иә?
иә әжем атам ол өте жуас адам болды, әжем өте сондай мінезді, и ол кісі де сол менің әке шешемнің ажырасуына да сол кісі себепкер болған. Жаңағы менің әке шешем екеуі, олар әкем Қостанайдікі, шешем осы Қарағандының, екеуі Каргуде оқиды бірге. Сөйтіп жаңағы біз дүниеге келеміз. Менің алдында Гүлзат деген әпкем болған, ол 9 айлығында шетінеп кеткен. Сосын мен келем, сосын жаңағы сіңілім дүниеге келеді. Сөйтіп жүрген кезде екеуі оқу бітіреді. Оқу бітірген кезде менің әкем Қостанайға кеткісі келеді, өзінің әке шешесіне, туған жеріне. И менің әжем условия қояды: ешқайда бармайсыңдар, осында қаласыңдар. Менің әкем айтады: жоқ, менің шешеме айтады: таңда не әке шешең, не мен, не Қостанайға кетесің, не қаласында. Сөйтіп менің шешем өзінің шешесін таңдап Қарағандыда қалып қояды, бізді алып қалады. Кейін оған айтады: мен қатты өкінемін сондай шешім қабылдағаныма деп. Сосын екінші рет тұрмыс құрған кезде де біздің әжеміз тағы да сол мамамды қасынан шығарғысы келмейді. Бармайсың, алысқа кетпейсің, осы біздің қасымызда болуың керек деп. Содан жоқ деп мамам шығып кетеді тұрмысқа. Өте жақсы кісіге, өзінен біраз жас үлкен, бірақ өте жақсы кісіге тұрмысқа шығады. И әжеміз жаңағы: вот мен артынан келген атандырмаймын, балалар менікі деп, даже бізді өзінің фамилиясына түсіргісі келеді, бірақ мен әлі күнге дейін есімде, мен қарсы болдым кәдімгідей фамилиясына түспеймін ешкімнің. Мен шариғатта солай, кім өзінің әке шешесінің атында болу керек, бала ешкімге берілмеу керек деген условия қойдым да, сосын атына түсірген жоқ. Бірақ ұзақ уақыт бізді шешемізден алыс ұстады. Кәдімгідей оны мен мама деп айта алмадым. Ұзақ уақыт ол мен үшін кәдімгідей проблема болды. Мен неге өзімнің шешемді шеше деп атай алмаймын деген. И сол әжем қайтыс болғаннан кейін ғана мама деп атай бастадым. Оған кейін атын атайтынбыз, Гуля деп айтатынбыз. Мен де сіңілім де. Сондай үлкенде біз айтамыз ғой, жаңағы дәстүрді сақтау керек, үлкендерді сыйлау керек дейміз ғой, бірақ кейде өкінішке қарай кәрілік біріншірек келеді ақылдан гөрі, даналықтан гөрі. Сондықтан үлкендерді не всегда тыңдау керек. Оның да шегі бар, шынымен де шегі бар. Енді оңай жағдай емес, шын оңай жағдай емес. Енді әжелер әртүрлі, өте әртүрлі. сөйтіп енді өгей әке деп, енді шынымен келгенде өгей әке ғой, бірақ енді кейіннен әке болып кетті. Әке деп атап кетті. Әке деп атап, қандай әке болды? Өте жақсы әке болды. Ол шын мәнінде әкенің рөлінде болды. Мен ойлаймын да, ол шын мәнінде мен шешемді жақсы көргендіктен ол әжемнің бүкіл каприздеріне шыдады. Кәдімгідей әжем оларды үйден қуып жіберетін. Үйге келсе, олар бізді іздеп келеді ғой, енді баламыз деп қуып жіберетін. Бірақ әкеміз соған қарамай, біз жаңағы оқуымызға бірдеңе қажет болып жатыр ма, жердің алыстығы демей шауып келетін, ақша бірдеңе аямайды, бәрін жаңағыдай. Үйіне барсақ бірдеңе үйретуге тырысатын бізге. Жаңағыдай өз балық аулаған жақсы көреді, жаңағы біз балық аулаймын десем болды деп қармақ жасап беріп қасына отырғызып қойып. Сондай тәрбие жағынан ол кісі әңгіме көп айтатын, тарихқа байланысты, шежіреге байланысты. Ойлаймын, сол кісіге жағдай осы көп сөйлейтінім, тарихты білетінім мүмкін сол кісіге тартып кетті ме деп. Ол жағынан енді жақсы әке бола білді ол кісі. И біз әлі күнге дейін әке деп айтамыз. И әке деп бір айтқандандай бір бізді зорлағаннан емес, жаңағыдай енді әке деп айтыңдар, енді шешеңнің күйеуі ғой дегеннен емес, шын мән жүректен әке деп айтқым келеді, әке деп айтамыз. Өте жақсы кісі. Анама деген құрмет, одан жалғыз бауырым бар, інім бар, ол екеуінің отбасынан туған, тоже жақсы көрем інімді қатты. Ол да өзім сияқты қиялилау кішкене десең, шығармашылықтың баласы ғой. Мен ылғи таңғаламын, қонаққа келген әрбір қыздың тағдыры бір томдық кітап емес, трилогия да емес, білмеймін, анау 10 том жазатын эпопея, шынымен де эпопея. Мен енді айтып тұрмын ғой, 2013-тен бастап сені білем, бірақ осыншама тағдырың қиын, енді ауыр демей-ақ қойын, қиын демей-ақ қойын, жеңіл емес деп айтайыншы, шынымен де жеңіл емес, бірақ соған қарамай ты не потеряла чувство юмора. Бұл ең басты нәрсе. Чувство юмора, показатель интеллекта дейді ғой енді, шынымен де. Енді тілекшімін, бәрі жақсы болсын, бәрі кереметтей болсын. Кішкентай кезіңде шынымен де махаббат жетіспеген сияқты, енді шынымен де өз басым маған жетіспеді. Әке көрмеген соң. Жетісі мүмкін емес. Ол әке шешең күні бойы жаңағыдай арпалысып сені қалай асыраймын деп ол жүреді. Одан махаббат требовать ете алмайсың деген сияқты.
сосын әкең ол басқа жақта деген сияқты. Но бірақ біз соған қарамай өскен ұрпақпыз. Шүкір. Біздің буында бір нәрсе бар, ол жаңағы айтасың ғой, чувство юмора деп ше. Мен ойлаймын, менде көп жағдайда сарказм, юмор ол менде защита болды. Көп нәрседе мен мысалы бір нәрсе дұрыс болмай жатса, жаңағыдай әзілдеп жіберуге, сөйтіп өзімді қорғап алуға, басқа адамды қорғап алуға солайынан тырысатынмын. Жеңіл қылып әйтеуір қиналмаса екен. Сосын біздің буын өте эмпат буынның біреуі, жаңағыдай үлкендердің қас-қабағына қарап, солардың эмоциясын оқып тұруға тырысатын, шешесінің қас-қабағына қарап, осы ренжімес екен, осы уайымдамас екен деп өскен ұрпақпыз ғой енді. Әрине, оның өзінің артықшылықтары бар, өзінің кемшіліктері бар. Біз өте жаралы ұрпақпыз. 90-шы жылдарда әсіресе өте қиын кезеңнен өскен. Мен қазіргі құрбыларымның бәріне сол кітапты жазардың алдында мен көп қыздармен сөйлестім. Ақтаудың қыздарымен сөйлестім, Оралдың қыздарымен, Семей, Павлодар, Шымкент, Қызылорда, бәрімізде бірдей сценарий. Бәрімізде сол ата-әжелерде өскен, әке-шешесіз өскен, әке-шешесімен өссе де олар жаңағыдай сыртта болған балаға махаббатын бере алмаған, барлығы да әке-шешемізге міндеттіміз деп өскен ұрпақ. Сондықтан проблемамыз ортақ, айтатын әңгімеміз всегда ортақ қой біздің. Мен сұрақтарды оқып, сені бар ғой, кіммен теңестірдім сендерді? Бронте отбасымен. Эмили Бронте. Шарлотта Эмили сенің бекің енді аман болсын. Бастысы Джейн Эйрді оқыған шығарсыздар, сол кітаптың авторы. Мықты, мен ризамын, Перизат. Өзіңе шын айтайын, өзіңе біраз дайындалдым. Эмоционалды түрде дайындалдым, өйткені сен мықты тұлғасың. Құдайға шүкір. Осы подкастты қашан бастап едік? 9 ай бұрын бастап едік. Сол 1-2 ай өткеннен кейін Перизатты шақырамын, жоқ, кішкене дайын болуым керек деген сияқты бір ойлар жүрді ішімде. Құдайға шүкір, бүгін жаздық, бәрі тамаша. Сендей қызды білгеніме ризамын. Сендей бізде сценарист мықты тұлға барына ризамын. Қазақстанда шынайы, шындықты айтатын, қорықпайтын, батыр қыздың бірісің. Құдайға шүкір, бәрі жақсы болсын, аман болайық, бар болайық. Әдия бақытты болсын, жаным сол. Сен де балаларың бақытты болсын. Мен қызығам, мысалы, мен бәрі айтады маған, сен мықтысың дегенмен мен айтам. Мен өзіммен бір тал жапырақ қызмағана шамам келіп жүрген адаммын қазір деп ше. Мысалы, сен қаншама жобалар жасап жатсың, мен шашылып қалам, ондай бірнеше жоба бастасам шашылып қалам да. Сол локально ғана жұмыс істеуге тырысам, енді үйіме қарауға, сосын 1-2 жобаны алып алып, сонымен жүруге ғана тырысам. Ол жағынан керісінше сендер маған кәдімгідей кумирсіңдер. Сен сияқты қыздарға, сосын Динара Болат, Айна Досмахамбет қызына қараймын да, ойлаймын, танк қыздар. Айнаны шақырып жүрмен, қашан келеді деп. Ой, деп ол қыз. Негізі мен Перизатты шақырған болатынмын осы подкастты бастаған кезде. Перизат, өзіңнен ақыл сұраған едім, есіңде ме? Осындай бір бастайын деп жатырмын, осындай бір жоба қалай болады екен деп алғашқыларды саған көрсеткенмін де. Сөйтіп, Құдайға шүкір, бәрі жақсы болып жатыр. Перизат, рахмет саған келгенің үшін. Енді бізден сыйлық. Бұл Арте компаниясымен коллаборация жасап, осындай керемет сыйлық жасап жүрміз. Аш, қара, жұрт. Да? Осы дашы дейін ба? АСМР. Мама, қандай күшті, әдемі, өте әдемі. О май гад. Қандай әдемі. Мен осындай сыйлықтарын жақсы көремін. Сен өткенде БПФР-де де екеуміз суретіміз екеуміз неде тұр? Үстелдің үстінде тұр екеуміздің. Қандай керемет, ғажап. Жалпы сурет деген осы нені ойлап тапқан адамға мен Алла екі дүниеде риза болсын деймін. Жалпы сурет өнерін, фото өнерін ойлап тапқан адамға. Өйткені сондай бір керемет заттарды есте сақтауға, сәттерді қатып қалған өмір ғой. Бір сәтте қатып қалған өмір ше, шын мәнінде. Шын рахмет, өте керемет сыйлық, тамаша сыйлық, рахмет. Риза болам, рахмет. Ал еді, сыйлық, Перизаттан сыйлық, ең керемет, ең жақсы, ең позитивті комментарий жазған көрерменге, немесе өзінің оқиғасын жазған көрерменге Перизаттан сыйлық. Қандай сыйлық? Так, бірінші кезекте осы жақында мен досымның Динара Болаттың 2-ші кітабы шықты. Соңына дейін әйел деп аталады. Ішіндегі беретін ақпараты өте көп. Біз шын мәнінде әйел болудан ұялатын буынбыз да. Кішкентай күнімізден бізді жағы қыз болу ол әлсіздік, қыз болу ол сондай бір сорлылық деп өсіреді. Шын мәнінде әйел болу деген үлкен бақыт.
әйел болу деген керемет бақыт. Сондықтан сол кітапты сыйлағым келеді, оған қосымша өзімнің кітабымды сыйлаймын. Егер сіздерден бір бәрімізге ұнайтын әдемі комментарий болып жатса, 2 кітап менің атымнан. Атам десең. Иә, Перизат өзі таңдайды комментарийді. Ереже өте оңай, маған, Перизатқа және YouTube каналымызға жазылу керек. Міне, өте оңай. Оп-оңай.